Жаңаөзен қаласында ерекше балалар шаттыққа кенеліп, қуанышқа бөленді. Шараға ұлттық нақыштағы киімдермен мейрамды тойлау үшін балалар асыға ағылды. Қол алысып, көрісіп, мәз-майрам болды. Жүздерінде шаттық, күлкі. Бір-бірімен қауышып, арқа-жырқа болған қонақтар думанды кештің куәсі болды. Жүректен жүрекке қайырымдылық мерекелік шаралар өткізіп жатырмыз. Мына осында ұйымдастырып, бір талай ата-аналардың арқасында осы балдарды жаңағы қоғамдан тыс қалмасын деп, осы балдарға қатарға қосуға осы ата-аналардың бір талай зоры бар. Ата-аналарға тек айтарым, мына аман мерекесі құтты болсын, тек жылдан жылға тек аман есен жете берейік, іші сыртымыз бүтін болып, балдарымыз ауырмасын, тек жазылып кетсін. Мерекелік кешке қатысқан қала әкімінің орынбасары жиылғандарды ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, ақ тілегін жеткізді. Ерекше балалардың арасында көпті талантымен тәнті етіп, өнерімен дараланып жүрген дарын иелері жетерлік. Оларға қолдау көрсету біздің міндетіміз деді ол. Бүгінгі мереке баршамызға құтты болсын, ұлыс оң болсын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Бұл балалар өздерінің өнерімен танымал. Қол өнер, қала берді ары қарай бишілеріміз де бар екен. Әрине ән айтып, ақын балаларымыз да бар екен, көзім жетті. Амал мейрамына орай ұйымдастырылған екі шараға 50-ден астам ерекше бала келді. Оларға әртүрлі сый-сияпаттар табысталды. Осы кештің өтуіне жомарт жүрек жеке кәсіпкерлер де қол ұшын созған. Ұйымдастырушылар басты мақсат мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғам назарынан тыс қалдырмай, рухани азық сыйлау екенін айтады. Балдарымыз кішкене қуансын, біздің балдарымыз жақсыны көрсін деп, назардан тыс қалған балдар түгел барлығы, мероприятие көрмеген балдар, той көрмеген балдар, ресторанды білмейтін балдар да бар біздің арамызда. Соларды көрсінші, білсінші, жақсыны көрсінші деп балдарға осындай шара ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Осындай мерекелік шараларға балдарымызды көбірек шақырса, хотя бы ата-аналар өздері қимылдайды, соларға поддержка берсе, жаңағыдай көмек берсе, рухани жағынан да, материалдық жағынан да, барлық жағынан көмек берсе, нұр үстіне нұр болар еді негізі. Мұнайшы мәдениет үйінің өнерпаздары Наурыз мерекесіне байланысты қойылым көрсетіп, ән шырқады. Келушілерге мерекелік көңіл-күй сыйлап, концерттік бағдарлама ұсынды. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.